Könük Ali Akbar Sultanı bağamыздың әңгімесі. Елдің ескілікті жолы бойынша қырда Қасым ханға белгілі уақытта сырда кел сәлем беріп, сыйлық апарып, ордаға іліп қайтады екен. Кете Чөмекөйдің ақсақал би батырлары кеңес құрып, хан ордасына кімдер барғаны дұрыс деп ақылдасады. Әр аталықтың белгілі кісілері баратын болып, баталысып жатқанда босағада отырған бір жас жігіт: ақсақалдар, айып болмаса сол сапарға аттарыңызды бағуға мені де қосыңыздар. Қошшылықтарыңызды шегіп ел көріп қайтайын депті. Өздері бір-бірімен атан жарыс болып жатқан жұрт жігіттің сөзіне мән бермейді. Қырға жүретін мезгіл болып, екінші кеңесте баратын адамдар қайта пысықталып жатқанда, баяғы жігіт ақсақалдарға сол сөзін тағы айтады. Сырт киімі жопыны, тұлғасы сотталы жас жігітті көрген төрдегі ақсақал Сарман би: бұл жігітті кім таниды десе, кеңестегі біреуі: ой, ол жүрген бір төбелес, айқай-шу, қарақисық деген бейәдеп жігіт. Хан ауылында шу шығарып, айыпқа тұтылып, ұятқа қалмайық дейді. Сонда Сарман би: анау-мынау тентегің қамшыменен үй болады, өте бұзық тентегің бара-бара би болады деген. Бұл жігіттің талабын бізге екі айтты, үшкі жібермейік деп ертіп алады. Хан алдында алды ала кесім бойынша кім қалай сөйлейді, не өтініш айтылады, бәрі пысықталып қойған. Хан ордасына қабылдап қонақтар: ассалаумағалайкум Алдияр тақсыр ханымыз деп, хан алдына тізе бүгіп жайғасқан соң, ішіндегі сөзшең кісі келген кісілерді таныстыра бастайды. Әр рудан белгілі батыр би мен байдың тұқымдарын атап-атап, ата тегін әспеттеп таныстырады да, атқошы жігітті елемей кетеді. Қасым хан елдің жердің жағдайын сұраса, орданың сұсы басып, белгіленген адамдары: хан ием, ел аман, жұрт тыныш, Алла өзіңізге саулық берсін дегеннен аса алмай қалады. Әңгіме тұйықталып жол таппай тұрғанда, есік алдындағы атқошы жігіт: Алдияр тақсыр, ұлықсат болса татым бар депті. Хан: ұлықсат сөйле дегенде, бұлар әкесінің басын алдына өңгеріп жүр, мен бұларға атымның басын теңгеріп жүрмін. Аты жөнім Кете Қарақисық, сырдақ елдің азаматымын. Елдің жағдайын мен айтайын, сыр мен қуаң, Жаңадияны жайлаған ел, Хиуа мен Қоқан ханының алымшы салықтарына төлем төлеп зорлық көріп отырмыз. Теке Жәуміт Түркіменнің жосушылары ел шауып, қыз, қатынды олжалап жүр. Жатқа кеткен жетім жесірдің ақысы үшін Алдияр тақсыр, Алаштың алатуын алып алдымызға түсіңіз, соңыңызға ерген аламанның бірі мен депті. Сонда Қасым хан: атың қисық болса да сөзің түзу жан екенсің, кел оң жағымнан орын ал деп, иығына алтын зер шапан жаптырады. Кеңес тарап, хан алдында босағадағы басы төрге шыққан Қарақисық ордадан алтын зер шапан киіп шығып, кермедегі атына келеді. Одан бұрын шығып аттарына мініп алған би, бағландар бірі сүйініп, бірі қызғанып, салқын қабақ танытып тұрса, Қарақисық келе өзінің атын басқа қамшымен салып-салып жібереді. Қапыл тұрған ат аспанға шапшып, апыр-топыр болып қалады.
сонда атта. Өй атаңның аузын, етім арық, жалым жасық, сырға жете алмаймын дейсің. Ханның әмірі мен тәрк етпегенде, сен тәрк етпексің бе деп сабай беріпті. Бұл хабар қызметкерлері арқылы ханға да жетеді. Хан, бұл жолы бізден кеткен қателік болды. Алтынзер шапанның аты қайда деп жатқаны ғой, тентектің. Елге тұтқа болатын азамат екен. Белдеудегі боз жорғаны күміс ер-тоқыммен апарып мінгізіңдер депті. Қырға қан ордасына атшы болып барып, Қарақисық батырдың сырға боз жорғатпен топ бастап басшы болып қайтқан жер екен деп отыратын Әлиакбар ағамыз.